Сәлеметсіздер ме? Мен Мүспаева Нұржайна Сансызбайқызы. Нөмірі 61-ші Сұлтан бөбекжайында логопед-дефектологы маманы болып жасаймын. Еңбек өтілім 3 жыл. Шығармашылық тақырыбым мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілінің бұрылыстарының сөйлеу тілде қолданылатын логопедтік тәсілдер. Менің негізгі мақсатым сөйлеу кемшіліктері бар балалар мен ересектерге жан-жақты қолдау көрсету, олардың тілдік дағдыларын дамыту және қоғаммен еркін қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беру. Мен логопедпін. Мен үшін бұл жай ғана мамандық емес, ол адамның ішкі жан дүниесіне үңілу, оның ішкі әлемін тіл арқылы еркін жеткізуіне көмектесу. Сөз тек әріптер мен дыбыстардың тіркесі емес, ол өмірдің өзі. Жұмысымның басты қағидалары: баланың сөйлеу қабілетін жан-жақты зерттеу, жеке және топтық түзету сабақтарын жүргізу, инновациялық әдістер мен заманауи технологияларды пайдалану. Ендеше инклюзия кабинетіне назар аударайық. Алдымыздағы құрғақ бассейн. Оның пайдасы физикалық белсенділікті арттырады, кеңістікті сезіну қабілетті жақсартады, энергияны шығарып белсенді ойынға мүмкіндік береді. Келесі фибероптикалық сарғыма суы. Оның пайдасы мен тиімділігі: көру қабілетін ынталандыру, яғни тактильді сезімталдықты дамыту және тағы да басқалары. Кабинетіміздің ерекше бұрышы ол сенсорлы көпіршікті колонна. Оның пайдасы мен тиімділігі: жұмсақ жарық пен көпіршіктердің қозғалысы күйзелісті оңайлатады және эмоциялық тұрақтылыққа ықпал етеді. Логопедтік түзетуші ғана емес, сонымен қатар шабыт беруші, сенім ұялатушы тұлға. Бала бойындағы ерекше мүмкіндіктерді ашу мен үшін үлкен мәртебе. Қорытындылай келе, бала түрлі жағымды эмоцияларға бөленеді.